Қайырлы күн достар баршаңызға. Бүгін біз сіздермен әлеуметтік желіде хит болып жатқан карамельный пирогның оригинал рецептін ұсынатын боламын. Міндетті түрде видеоны басынан аяғына дейін толық тамашалауларыңызды сұраймын. Ол үшін бізге бөлме температурасында еріп тұрған сары майды алдын ала өлшеніп алған ұнымызға салып, араластырып, үстіне қамыр қосып, крошка жасап алатын боламыз. Одан кейін бір жұмыртқамызға өлшеніп алған қаймағымызды, оның үстіне песогымызды салып, міндетті түрде қанты ерігенше араластырып аламыз. Одан кейін оның үстіне алдын ала өлшенген сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып, жаңағы крошка салған ұнымызға қосып, әдемілеп қамыр илейміз. Қамырымыз өте тамаша болып шығады. Одан кейін ол қамырымызды алып, пищевой пленкаға орап, морозильникке, мұздатқышқа салып қоямыз. Сіз начинкасын дайындағанша сонда тұрып, тынып тұрсын. Достар, сіздерге айтатын ерекше жайт, осы пирогты пісіру барысында сапалы вареный сгущенканы қолдануларыңызды сұраймын. Деп және айналайын вареный сгущенкалары өте сапалы болып келеді. Және оның үстіне 3 жұмыртқамызды араластырып, оның үстіне қаймағымызды 250 грамм араластырып, жақсылап дайындап аламыз. Іртігі кеткенше, менде видеода вареный сгущенкаға бірден 3 жұмыртқаны салып араластыра салғанмын. Сіздерге қиын болып кетпес үшін вареный сгущенканың үстіне бір жұмыртқаны салып араластырып жасап алыңыздар. Одан кейін мұздатқышта сәл де болса қатқан қамырымызды алып, осылай формамызға орналастырып, жиектерінің барлығын теңдей етіп жасап, және де кішкентай ғана бөлігін алып қалдым. Өйткені қазір бетіне сол қамырмен оформление жасайтын боламын. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Барлығын әдемілеп алдық. Енді ішіне өзіміздің дайындап қойған начинкамызды құйып аламыз. Одан кейін бетінде кішкентай ғана қамыры қалды ғой, соны бетіне осылай домалақтап салып қойып орналастырып жатырмын. Алдын ала қыздырылған пеште, егер сіздерде асты-үсті жақын пеш болса 160 градуста, ал егер тоқпен жасайтын пеш болса 170 градуста 35-40 минуттай міндетті түрде пісіріп аласыздар. Сосын бұл пирог бірден жеуге болмайды. Кемі 5-6 сағат не болмаса бір түн холодильникте тұрса өте жақсы болады. Ұзағырақ тұрған сайын өзі пирог деген бабына түсіп тамаша болып тұрады. Қонақ шақыратын болсаңыз, міндетті түрде бір күн бұрын дайындап қоюыңызға кеңес беремін. Осындай өзінің формасын ұстайтын ерекше өте дәмді пирог дайын болады. Бұлдың оригинал рецептінде негізі қаймақтың орнын 33% сливкимен алмастырады. Егер сливки болмаған жағдайда қаймақпен де сапалы 20% қаймақпен де жасай берсеңіз болады. Достар, егер менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп, пісе батырмасын басып, менің жаңа видеомды көрулеріңізді сұраймын. Каналыма үлес қосу үшін міндетті түрде тіркеле кетіңіздер. Сіздермен үнемі хит болып жатқан түрлі рецептерді бөлісіп отыратын боламын. Өзімнің ақылы мастер-класстарға қатысқан рецептермен міндетті түрде сіздермен бөлісемін. Алда талай қызықты рецептер болады. Сіздермен болған аяжан, міндетті түрде дайындаңыздар.